Сиқырлы джунглидегі Алдияр, үлкен шытырман оқиға. Шағын қаланың шетінде балалар күнде баратын қарапайым ойын алаңы болды. Сырғанақ, әткеншектер, құмсалғыш және өрмелеу арқандары болды. Кейбіреулер үшін бұл қарапайым көңіл көтеру орны болса, Алдияр есімді кішкентай бала үшін бұл ойын алаңы керемет джунглиге апаратын сиқырлы портал болды. Сайтқа кірген бойда оның қиялы оны құпияға, шытырман оқиғаға, сиқырға толы қалың орманға айналдырды. Бүгінде басқалар сияқты басталды. Алдияр ерте тұрып, ботқа жеп кішкентай рюкзактарын алды. Бірақ бұл жолы ол жерге жай ғана су мен алма қойған жоқ. Оның рюкзактарында ойдан шығарылған қазына картасы, компас және сиқырлы қылыш болды. Оның көмегімен ол джунглидің барлық зұлымдарын жеңе алады. «Мама, мен ойын алаңындамын», деп айқайлады Алдияр есік алдына етігін секіріп. «Жарайды, бірақ түскі асқа қайтуды ұмытпа», деп жауап берді мама күлімсіреп. Алдияр сыртқа жүгіріп шығып, тура өзінің сүйікті ойын алаңына қарай жүгірді. Оны басқан бойда сиқыр басталды. Алдынан әткеншектер мен сырғанақтардың орнына биік ағаштар, жап-жасыл өсімдіктер мен жұмбақ соқпақтармен көмкерілген жабайы джунглидің созылып жатқанын елестеткен кезде баланың көзі жарқырап кетті. Айналаның бәрінен сарқырамалардың дыбысы, экзотикалық құстардың дірілдері, тіпті жануарлардың тыныш дауыстары естіледі. «Джунгли мені тағы шақырып жатыр», деді Алдияр өзінің үлкен шытырман оқиғасына дайындалып. Даналық ағашымен кездесу. Алдияр ең алдымен даналық ағашы деп атаған ескі әткеншекке барды. Оның қиялында бұл жерге салбыраған жүзім бұтақтары өскен қалың бұтақтары бар алып ағаш еді. Оған жақындаған сайын бұтақтар маңызды бірдеңені үнсіз сыбырлай бастағандай көрінетін. Бұл ағаш осы джунглидің барлық құпиясын білетін сияқты. «Бұл жерлердің құпиясын білу үшін», деп сыбырлады бала, «мен ағашпен сөйлесуім керек». Алдияр құдіретті ағаш бұтағына өрмеліп келе жатқанын елестетіп әткеншекке шықты да, көне аңыздарды тыңдағандай үнсіз тербеле бастады. «Бүгін сен джунглидегі ұлы жолбарысты кездіресің», деді даналық ағашы. Ол қазынаның кілтін ұстайды. Бірақ абай болыңыз, жолбарыс қиын ойындар ойнағанды жақсы көреді. Оның жұмбақтарын шешуге тура келеді. Алдияр күлді. Ол жұмбақтарды жақсы көретін. Әткеншектен секіре отырып, ол жұмсақ мүкке қонды, бірақ шын мәнінде бұл әткеншектің жанында жай ғана құм бар. Дауылды өзеннен өту. Жолбарыс мекеніне келе жатқан жолда Алдияр дауылды өзеннен өтуге мәжбүр болды. Шындығында бұл кәдімгі сырғанақ болды, бірақ бала үшін ол тегіс тастардың үстінен аққан суы бар нағыз сарқырамаға айналды. Өзеннен өту үшін абай болу керек, деп сыбырлады Алдияр нағыз зерттеушідей. Ол өзінің қайғы бар екенін елестетті, бірақ бұл әрине кез келген қайғы емес, суда өте жылдам сырғанайтын, оны ең қауіпті ағыстардан өткізетін сиқырлы каноэ. Сырғанақтың басына шыққан Алдияр сарқыраманың дауылды толқындарынан қайғы сырғып бара жатқандай шалқайып ақырын түсе бастады. Төменде оны үшкір тастар мен қауіпті балықтар күтіп тұрды. Егер ол сүрініп кетсе, аяғын ұстап қалуы мүмкін еді. Бірақ бала сақ болды. Ол жайлап түсіп жағаға аман есен жетті. «Мен оны істедім», деп айқайлады ол. Енді ары қарай жолбарысқа. Жолбарыспен кездесу. Алдияр сарқыраманы айналып өтіп, қиялында зәулім жолбарыстың мекені болып табылатын шағын сайға қарай бет алды. Шынайы өмірде бұл кішкентай құмсалғыш болса, Алдияр оны жұмбақтар мен джунгли құпиясын күзетіп, күн астында жатқан алып жолбарыс нағыз саванна ретінде көрді. Жолбарыс ойлағандай қорқынышты емес болып шықты. Ол үлкен, бірақ мейірімді, жылтыр жолақтар мен ақылды көздері бар еді. Алдиярдың қиялында жолбарыс тіпті сөйледі. «Сәлем, кішкентай зерттеуші. Мен сені күттім. Джунглидің қазынасын табу үшін менің жұмбақтарымды шешулерің керек». Алдияр дайындалды. Ол мұны жеңе алатынын білді. Бірінші жұмбақ. Қанатсыз ұшамын, қанатсыз жүземін, әрқашан алға қарай жүремін. Бұл не?
Бала біраз ойланып қалды да қуанып: уақыт келді. Ол әрқашан алға ұмтылады. Жолбарыс мақұлдағандай басын изеді. Дұрыс, енді екінші жұмбақ: әрқашан алда, бірақ ешқашан қол жеткізілмегеніне. Алдияр тағы ойланып қалды. Бұл жұмбақ қиынырақ болды, бірақ ол әрине жауабын тапты. Бұл көкжиек. Ол әрқашан алда, бірақ біз оған жете алмаймыз. Жолбарыс қатты күлді де: сен мұны істедің, кішкентай зерттеуші. Енді сіз өз қазынаңызды таптыңыз. Жолбарыс Алдиярға үлкен жылтыр тасты берді. Бала оны қолына алып, тастың жарқырай бастағанын сезді. Оның қолында бұл жай тас емес, одан да үлкен шытырман оқиғаларға жол көрсете алатын нағыз джунгли артефакты болды. Джунгли арқылы саяхат. Енді Алдиярға үйге қайту керек болды, бірақ қайтар жолы оңай болған жоқ. Ол қауіпті қолтырауындар жасырынған батпақты кесіп өтуге мәжбүр болды. Шын мәнінде бұл жай ғана секіретін төсеніш болды. Егер ол абай болмаса, оны өз торларына түсіріп алатын қалың жүзім бұталарынан бұл өрмелеу арқандары еді, өтуі керек еді. Алдияр өзін қолтырауындардың тұзағына түспеуге тырысып, батпақтан тастан тасқа секіріп бара жатқандай елестеді. Бір қате қадам, олар оны аяғынан ұстап алуы мүмкін. Бірақ ол нағыз аңшыдай жүйрік епті, батпақтың соңына оңай жетті. Содан кейін жүзім бұталары болды. Астында мықтап ұстамаса құлап кететін шексіз тұңғиық барын елестеткен Алдияр арқанға өрмеледі. Бірақ оның саусақтары күшті, ол шыңға жеткенше ептілікпен өрмелеп шықты. Үйге қайту. Ақырында Алдияр джунглиден шығып демалатын қауіпсіз алқаға тап болған кезде қазынасына қарады. Оның қолында кәдімгі тас болды, бірақ ол үшін бұл оның шытырман оқиғаларының символы болды. Джунгли оңай болған жоқ, деді Алдияр өзіне, бірақ мен үлгердім. Ертең тағы да осында келіп, одан да көп құпияларды білемін. Бірақ сол кезде анамның дауысы естілді. Алдияр, үйге кететін уақыт болды. Бала өз ойын алаңына қарады. Оның ойында бұл әлі де джунгли еді. Бірақ шындық қайта орала бастады. Ағашпен, жүзімен, жолбарыспен қоштасып анасына жүгірді. Балам, күнің қалай өтті? Деп сұрады мама күлімсіреп. Мен джунглиде болдым, деді Алдияр қазынасын мақтанышпен көрсетіп. Жолбарысты жеңіп сиқырлы тасты таптым. Анам оны құшақтап: ертең біз сайтқа тағы барамыз, мүмкін одан да шытырман оқиғаларды табатын шығарсың. Алдияр басын изеді. Оның қиялында оны жаңа жұмбақтар мен құпияларға толы джунгли күтіп тұрды.